Менің есімім Светлана, ресейлікпін. Балалығым Украинаның кішкентай қаласы Наргадарда өтті. 14 жасымда отбасыммен бірге Петербургке көштік. Петербургта лицейді бітірген соң университетке кірдім. Мектепте және лицейде басқа достарымның істейтін жаман әрекеттеріне үнемі қосылмайтынмын. Сол себепті олар мені ұнатпайтын және үнемі мені мазаққа айналдыратын. Мектепте және лицейде үздік едім. Сөз тыңдайтын бала болатынмын. Әке-шешем менің ынталы екенімді көріп қуанатын. 7 жасымда мені музыка мектебіне алып барған болатын. Ол жерде пианода ойнауды үйрендім және үлкен үмітпен жарыстарға қатыстым. Негізінде әке-шешем Петербургта танысқан. Ол кездері бұл қаланың аты Калининград еді. Әкем Украинада өскен. Петербургқа болса университет оқу үшін келген. Анам Қазақстанда өскен. Петербургта әкеммен бір университетте оқыған. Университет бітіріп диплом алған соң, Совет үкіметі олардың Украинаның Наргадар қаласына жаңадан құрылған ядролық аймаққа жібереді. Әкем мен анам жақсы ілімді кісілер. Олар мені сол заманның ең жақсы дәстүріне сай өсірді. Мені қатты жақсы көретін, оқуым және тәрбием үшін бәрін жасайтын. Ата-анама бәрі үшін алғысым шексіз. Оларды әлі жақсы көремін және қатты құрмет тұтамын. Петербург қаласында аналитик бөлімінде оқыдым. Мен оқитын бұл бөлімді әке-шешем ұсынған болатын және кіру сынақтарында жәрдем үшін жеке мұғалімдер дайындады. Университеттің 1-ші сыныбынан 4-ші сыныбына дейін өте үздік едім. Сынақтардан үнемі жақсы балдар жинадым. 5-ші сыныптан бастап бір кафеде аналитик ретінде жұмыс істей бастадым. Әрі оқып, әрі жұмыс істейтінмін. Университетте дәріс сыртында өте белсенді емес едім. Ұстаздардың назарын өзіме қаратпайтынмын, бірақ өз көзқарастарымда әлбетте болатын және оларды қорғайтынмын. Көп достарым бар болатын, бірақ Люба мен өте жақсы дос едім. Онымен университеттен соң үнемі кездесетінбіз. Ол Петербургта қалды. Оны қатты сағындым және Алланың оған отбасыма қарай бір жол ашуы үшін дұға етемін. Университеттен кейін бұрынғы кафеде істеуді жалғастырдым. Сосын 4-5 жылдан соң өз жұмыс орнымды аштым. Сол уақытта 2 жерде жұмыс істейтінмін. Өз жұмыс орнымда әрі бұрын істеген кафеде дәрежелі аналитик ретінде. Киевге көшкен соң әлемдік бақылау фирмасында жұмыс жүргіздім және әлі де сол жерде жұмыс істеймін. Киевтегі Air Rights курсына арабша үйрену үшін бардым. Сол кездері ағылшын тілін өте жақсы білетін едім және бір тіл тағы үйренгім келді. Арабша дәрістеріне қосымша ретінде өзге мәдениеттердің дәстүрлеріне қосылатынмын. Исламды алғаш осы дәрістерде естігенмін. Мен үшін ислам туралы естіген нәрселерім өте жаңа әрі біртүрлі еді. Алдындары исламды өте бөлек және христиандықтан өте бөлек бір дін деп ойлайтынмын. Бұл дәрістерде тек исламды ғана емес, мусавилік секілді басқа діндерді де үйрендім. Мұсылмандардың да христиандардың сенетін пайғамбарларына сенетіні керемет нәрсе болатын. Исламда мені қинайтын және мазамды алатын барлық сұрақтарға жауап таптым. Бұл дәрістен тыс ислам туралы түрлі ізденістер жүргіздім. Кітапханадан алған кітаптардан және интернеттен мұсылмандардың басқа дін өкілдеріне, көршілеріне, туысқандарына қалай мәміле қылатындарын үйрендім. Егер бәрі исламда болған қағидаларға амал етіп өмір сүрсе, дүниенің әр жерінде бейбітшілік және достық болар еді. Исламды тек оқығандарымнан ғана емес, көргендерімнен де сүйдім. Мұсылман ерлердің жұбайларына және балаларына жақсы мәмілелері мен үшін көркем өрнек болатын. Ата-анамның маған берген көркем мінезі Алладан келген бүткіл кітаптарда бар және бұларды білген соң мұсылман болуды шештім. Исламда белгісіз болған және жеткілікті ақпараттарға ие емес кісілер үшін түсініксіз нәрсенің өзі жоқ. Егер бір сұрақ ойыма келсе, Құраннан және хадистерден іздеп жауабын таба аламын. Өзім таба алмасам, не мешіттегі имамдардан, не Дария секілді мұсылман бауырларымнан біле аламын. Дариямен 2 жылдық достығымыз бар. Дария мұсылман болғанымды білген соң, алғаш жасау керек бүткіл нәрсені үйреткен болатын. Дәрет алуды, Құран оқуды, орамалды және намаз оқуды, ең маңыздысы оның себебімен намаз қылуды бастадым.
Альхамдулилля, досым Дария мұсылман еместерді шақыруда және жаңадан мұсылман болғандарға көмек етуде өте белсенді кісі. Осы үшін Дарияға алғысым шексіз және Алладан оның бұл жолда берік қылуын және жалғастыруын тілеймін. Мен Дарияның жақын құрбыларынанмын. Оны алғашқылардың берілместері ретінде сипаттай аламын. Себебі ол өте белсенді әрі ынталы кісі. Қалағандарын істей алу үшін барлық қиындықтардан өте алады. Дария жәрдем сүйер бір кісі. Кезегіне қарай жұмсақ және кезегіне қарай қатты кісіге айнала алады. Дария балаларды да қатты жақсы көреді. Мен мұсылман болған соң мешіттегі достар бұған өте қуанған және достарым маған орану туралы кітап және намаз қылуым үшін бір хиджаб сыйлаған еді. Ата-анам үшін бұл біраз таңқаларлық бір жағдай болатын. Әкем Австралияда қалады. Ол менің мұсылман болатынымды сезіп жүрген. Анам болса ислам туралы кей нәрселерді біліп, үйреніп, өзгергенімді көретін. Сол себепті мұсылман болуым оның дүниесіне көп ауырлық етпеді. Алғашқы күндері тек жақын досым ғана маған қолдау көрсеткен болатын. Ол маған әрдайым сенің сенген нәрселерің өте жақсы әрі әдемі дейтін. Және сенің мұсылман болуың біздің достығымызға ешқашан көлеңке болмайды дейтін. Жұмыс орнындағы достарым жұмысқа орамалмен келгенімді біртүрлі қабылдаған болатын. Орамалым туралы өте таң қаларлық сөздер шыға бастады. Кейбіреулері суықтаған, сосын құлақтарын қорғау үшін орамал тақты деді. Кейбіреулері де салонда дұрыс модель жасамаған болар, немесе шашын өртеген шығар деді. Басқалары да мұсылман болғанымды түсінді. Сосын достарым маған ислам туралы сұрақтар қоя бастады. Не үшін кейбір мұсылмандар орамал тағады және не үшін басқалары тақпайды? Исламның және өзге діндердің айырмашылығы неде? Осы секілді қатты қызыққан сұрақтарын қойды және мен де қолымнан келгенінше жауап беруге тырыстым. Мен мұсылман болған соң жан-жағымнан үлкен болымсыз әрекеттер көрмедім. Негізінде мен өмірімдегі әр уақытты Алланың бір сынағы ретінде көрдім. Исламды қабылдаған соң тек қана болымды және жақсы нәтижелер көрдім. Алдындары басыма түскен бәлелер және болымсыздықтар мені қатты қынжылтатын. Ал енді болса бәріміздің қазір Аллаға қайтқанын білемін. Және де бұл үшін қаншалаған дін бауырларымыздың әрекет жасап жатқандарын да көрдім.